Қайырлы күн оқушылар, бүгінгі сабағымыз жаратылыстану 4-ші сынып, пайдалы қазбалар жанама. Бүгінгі сабақта сен қандай пайдалы қазбалар жанғыш деп аталатынын білесің. Жанғыш пайдалы қазбалардың қалай пайда болатынын түсінесің. Жанғыш пайдалы қазбалардың пайдасын білесің. Тірек сөздер: жанғыш пайдалы қазбалар: көмір, мұнай, газ. Енді балалар, фотосуретке назар аударайық. Не бейнеленген екен? Бірінші суретте мұнай, екінші суретте газ, үшінші суретте көмір. Ұқсастығы не балалар? Дұрыс айтасыздар. Бұлар жанғыш пайдалы қазбалар. Балалар, көмір қара немесе қарасұр түсті жылтыр тас тәрізді қатты пайдалы қазба. Ал мұнай әдетте қара түсті сұйық қоймалжың зат. Газ көзге көрінбейді және оның иісі болмайды. Енді балалар, оқулықтарыңызда пайдалы қазбалар картасын ашсаңыздар, еліміздің қай жерлерінде мұнай мен газ өндіретін білетін боласыздар. Мына шарт белгілерімен белгіленеді. Көмір 4 бұрыш қара белгісімен, мұнай 3 бұрыш қара белгісімен, газ ақ 3 бұрыш белгісімен белгіленеді. Көмір миллиондаған жылдар бұрын бірінің үстіне бірі құлап, нығыздалып, шіріп, тас жынысқа айналған ежелгі орман ағаштарынан пайда болған. Көмір тұрмыста отын ретінде пайдаланылады. Одан лак, сыр, пластмасса, иіссу, дәрі-дәрмек жасайтын заттар алынады. Көмірді Қарағанды мен Екібастұз кен орындарынан өндіреді. Қарағандыда шахтадан, Екібастұзда ашық әдіспен карьерлерден қазып алады. Мұнай теңіз бен мұхит астындағы тірі ағзалардың шіріген қалдықтарынан түзілген. Мұнайдан бензин, керосин, дизельді отын, парафин, лак, синтетикалық талшықтар және де басқа да көптеген бағалы заттар жасалады. Мұнай Атырау, Маңғыстау, Ақтөбе, Батыс Қазақстан, Қызылорда облыстары аймағындағы кен орындарынан өндіріледі. Еліміздің ең ірі мұнай кен орны Қашаған. Ол 2000 жылы ашылды. Қашаған еліміздің батысында, Атырау қаласынан 80 шақырым жерде орналасқан. Табиғи газ мұнай кен орындарынан өндіріледі. Газ шығатын ірі кен орындары Қарашығанақ, Қашаған, Теңіз. Бұл пайдалы қазбалардың шартты белгілерін картадан көре аласыздар. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше.